Құранда парақорлыққа қатысты қолданылған атаулардың бірі ас-сухт деген атау. Мысалға, Абдулла ибн Рауаха атты пайғамбарымыздың сахабасы Хайбар деген елді мекенге салық жинау үшін барған кезде, Хайбардың тұрғындары Абдулла ибн Рауахаға әшекей заттарды, қымбат дүниелерді пара ретінде ұсынады. Сонда Абдулла ибн Рауаха бұл ас-сухт деп аталады. Және де пайғамбарымыз бұл нәрсені алудан бізді тыйған деп, пара алудан бас тартқандығы мұсылман халқына жалпы үлкен үлгі болып табылады. Парақорлық пен арам жолмен табылған дүниеде еш уақытта береке болмайды. Қазақ халқында да әдемі айтылған, арамнан келген түйеден, адалдан келген ешкі артық дейді. Ал енді адал жолмен келген табыс ол аз болса да, Алла Тағала оның міндетті түрде берекесін, жақсылығын береді екен. Алла бізге әр ісімізге береке, адал табыс, адал кәсіп нәсіп етсін.